Ассалаумағалейкум. Мен Жасұлан Сыздық және бүгін біздің сабақта облигациялар, солар туралы талқылайтын боламыз. Қалай аламыз, қай кезде аламыз және одан қандай пайда. Сонымен кеттік. Қолдарыңызға қаламдарыңызды ұмытпаңыздар, дәптерлеріңізді ұмытпаңыздар. Облигация дегеніміз не? Кітап тілінен аударсақ, олар облигация иеленушісі оны шығарған тұлғадан номиналды құнын келісілген мерзімде ақшамен немесе өзге де мүліктік балама түрінде алуға құқығы бар эмиссиялық борыштық бағалы қағаз. Шатасып кеттік, Ал енді өзіміздің түсінікті тілде қарастыратын болсақ, бұл мемлекетке, компанияларға немесе басқа да жергілікті атқару органдарына қарызға ақша беріп, соны белгілі бір белгіленген күнде үстемемен қайтару. Облигациядан қандай пайда дейді? Облигацияда бұл банктегі салым немесе депозиттен қарағанда көп ақша табу мүмкіндігі. Мысалы, банк депозиттері жылына 4-5% ғана беруі мүмкін. Ал облигация 7%-дан жоғары болады. Сондықтан да бұны зейнет жастағы кісілер өте жақсы көреді. Және зейнет жасында ғана емес, жастардың өзі де өзінің портфельдерінде бұны қорғаныс ретінде ұстауы мүмкін. Қорғаныс туралы мен кейін келесі сабақтарда айта бастаймын. Алла бұйыртса. Сонымен облигацияны жалғастырайық. Облигация сатып алмас бұрын не білу қажет? Облигацияларға инвестиция жасамас бұрын борыштық міндеттемелердің қандай түрлері бар екенін түсіну керек. Ең алдымен бағалы қағаздар, мысалы, қысқа мерзімді қайтару шартымен 1 жылға дейін, немесе орта мерзімді 1 жылдан 5 жылға дейін, сондай-ақ ұзақ мерзімді 5 жылдан жоғары болып келеді. Сондай қарыз міндеттемесі инфляцияға байланысты белгіленген немесе өзгермелі мөлшерлемемен пайыздық индекстермен болуы мүмкін. Бұны қалай түсінеміз? Облигация үшке бөлінеді: қысқа мерзімді, орта мерзімді, ұзақ мерзімді. Жылдарына жазылып тұр. Және де бұлар тағы да инфляцияға байланысты белгіленген немесе өзгермелі болып бөлінеді. Белгіленген, мысалы, фиксированный деп айтады орысша. Ол жерде, мысалы, қанша пайыз үстемемен сізге қайтару керек, соны қайтарады. Ал өзгермелені алатын болсаңыз, ол жерде инфляцияға байланысты, мысалы, инфляцияның жылдық пайызы 10-15% өсіп кетсе, сізге сол 10-15%-ды қосып үстінен қайтарып береді. Сонда инфляция сізге әсер етпейді деген сөз. Сонымен инфляцияның түрлері корпоративтік, муниципалдық, мемлекеттік. Корпоративтік — ол компания иелері бизнесті қаржыландыру үшін шығарады. Ал муниципалдық — ол жергілікті өзін-өзі басқару органдары әдетте ақша белгілі бір жобаны дамыту үшін ізделеді. Ал мемлекеттік — ол жоғары органдар бюджет тапшылығын жабу үшін, яғни бюджетте тапшылық болып жатса, облигациялар шығарып, содан тапшылықтың орнын басады. Пайда алу үшін қандай тәсілдері бар? Мысалы, бұл жерде екі тәсілі бар. Ол пайыздық және дисконттық. Пайыздықта ол купондық қарыз, қолхаттық иесі қарыз қолхаттың бастапқы бағасының пайызын алады. Пайыздық мөлшерлеме тұрақты немесе өзгермелі болуы мүмкін. Жаңа мен басында айтып кеттім. Бұл инфляцияға тиесілі. Пайыздық деген ол жерде былай қазір түсіндіріп айтатын болсақ, жаңағы облигацияны алмай тұрып, алдында олар қандай пайыздық мөлшерлеме қосып беретінін айтып көрсетеді. Сол пайызды сізге сол белгілі уақыттың ішінде соны қайтарады. Дисконттық ол жерде басқаша, олар бастапқы бағадан төмен бағамен сатып алады және толық бағамен қайтарады.
толық бағамен қайтарады. Мысалға келтіретін болсақ, дисконтты мысалы сіз 800 теңгеге 1000 теңгелік номиналды бар облигацияларды сатып аласыз. Және уақытысы келгенде оны сіз 1000 теңгеге сатып, үстінен 200 теңге табыс көресіз. Брокерлер негізі ұсынған ақпараттар облигация туралы осындай. Төменде көрсетіліп тұрғандай, мынау информация дейді, жаңағы ақпаратты, облигация сатушы эмитенттің қанша пайыз береді, мысалы бәрі қанша пайыз табыс табасыз, бір лотта қанша облигация және купондық төлем квартал сайын ба, жоқ жарты жыл сайын ба, жыл сайын ба деген сияқты сондай сұрақтарға жауапты осы жерден аласыз. Бұл брокерлік тақташаны ашсаңыз, облигацияны іздесеңіз, сол облигациялардың ақпараттары осындай жазулармен бәрі түсінікті деп ойлаймын. Соның бәрі жазылып тұр. Осыны көріп, соны санап, жаңағы облигация немесе акция немесе несие алатын жаңағы калькуляторлар бар. Оның бәрі осы сабақтарда ұсынылады. Сол сілтемелері бар. Сол сілтемеге кіріп, осы облигациялардың пайыздық мөлшерлерін тексеруіне емес, дисконттық болсын, солардың бәрін жазып, соңынан сіз қанша ақша салсаңыз, қанша пайыз кіріс көресіз, соны жазып, шығарып, санап алсаңыз болады. Түсінбей жатсаңыз, тіпті брокерлердің кеңсесінен түсіндіретін менеджерлер бар. Соларға қоңырау шалсаңыз, немесе чаттарына жазсаңыз, олар сізге қуана көмек береді. Тәуекел бар ма? Облигацияда тәуекел бар, бірақ акциядағы қарағанда төмен, депозиттерге қарағанда жоғарылау. Сонымен тәуекел пайыздық кіріс көп болған сайын жоғары, ол тек облигация емес, жалпы инвестиция саласында қатысты дүниеде. Негізі барлық салада инвестиция ғана емес, өмірінде де барлығы, мысалы, жоғары кіріс тапқың келсе, жоғары тәуекелде бел буасын дейді ғой. Мысалы, облигация саласында ең аз тәуекел беретін ол мемлекет. Мемлекет сізді алдап қашып кетпейді. Сондықтан да мемлекетке, былай айтқанда, смело сала бересіздер, бірақ ол жерде төмен пайыздық мөлшерде сізге үстеме қайтарады. Ал корпоративтік облигациялар дейді, оны жеке жаңа кәсіпкерлер шығарады. Мұнда да пайыздық үстеме орташа болады, негізі, және де тәуекелде орташа келеді. Бұл жерде ең жоғары тәуекелі жоғары облигациялар, олар шетелдік облигациялар. Мұны көбінесе жеке компаниялар валютада шығарады, мысалы еврода, американдық долларда, мысалы тағы да басқа фунт стерлинг дейді. Шетелдік компаниялардан алғандықтан әрине тәуекелдері жоғары болады, өйткені сіз ол компанияның қандай екенін онша біле бермейсіз. Мұндай облигациялар көбінесе қоқыс облигациялар деп аталынады инвесторлардың арасында. Қоқыс деген ол жаман деген сөз емес. Олардың да арасында жаңағы жақсы, өз-өзін жақсы көрсеткен, және өз-өзін дәлелдеген жақсы компаниялар, эмитенттер бар. Оны іздеу керек, аналитика жасау керек. Сосын сол компаниялардан облигацияларын алсаңыз, былай салыстырмалы түрде қарағанда акция сияқты кіріс табуға болады облигациядан. Негізі облигацияны, өз ойым, облигация кімге алу керек? Қаржы сарапшыларына сүйенсек, мысалы, өмір бойы инвестициялық портфельді өзгертуді ұсынады. Ол портфельдің ішінде, мысалы, ETF болуы мүмкін, IPO, облигациялар, акциялар деген сияқты. Негізі жалпы алған кезде 35-40 жас аралықтарында акциямен көп айналысу керек. Өзіңе тәуекелді көбірек алу керек деп ойлаймын. Және 45-50 жастан кейін барып, жаңағы қолхат, купон дейді ғой. Купондар, облигациялар, қорлар, сонымен айналысу керек. Өйткені облигацияны сатып алушының жарқын мысалы, Зейнет
зейнет жасындағы адамдар. Зейнет жасындағы адамдар жұмыстан босайды, тек қана зейнетақыға қарайды. Сол кезде тұрақты бір кіріс кіріп тұру үшін олар облигациялар сатып алады. Зейнет жасындағы адамдар көбінесе 100% акциясын сатып облигацияға көше бастайды. Облигацияға, жаңағы қорларға деген сияқты неше түрлі. Өйткені ол жерде стабильный дейді ғой, тепе теңдік бар. Негізі облигацияларды брокерсіз ақ сатып алатын түрлері бар. Негізі бұл теориялық түрде бар. Қазақстанда мен толық бар ма жоқ па оны білмейді екенмін. Бірақ біздің көршілес мемлекеттерімізде, тмд мемлекеттерінде ондай бар. Мысалы көршілес Россияда, Ресей мемлекетінде бар. Ол жерде банктан және почтадан барып кәдімгі облигацияларды брокерсіз ақ бұрынғы замандағыдай сатып алып, соны біраз ұстап, уақытында апарып беріп, оны үстемесімен ақшаға айналдырып алып жатады. Оны көбінесе зейнеткерлер сондай жаңағы өзінің зейнетақысын алатын кезде барып, сол жерден сәл артылған ақшасына осы облигацияларды сатып алып жатады. Бұл жерде үстемесі өте аз, пайдасы төмен, бірақ сонда да сіздерге қосымша ақпарат ретінде айту кеткен маған менің міндетім. Сонымен облигациялар туралы біз қазір аяғына келдік, тамамдадық. Облигациялар туралы тағы да толықтай сұрақтар болып жатса, оның бәрін Google жүйесінен және тағы да басқа жерлерден іздесеңіздер болады. Бірақ мен қазір осы сабақта облигацияның керекті деген жерлерін атап айтып кеттім. Оны қалай алу керек, қашан алу керек, не істеу керек, және одан қандай тәуекел бар, және одан қандай пайыздық үстеме бар. Бәрін айта кеттім. Соны өздеріңіз енді қараңыздар. Өздеріңіздің негізі портфельдеріңізде, жаңа мен басында айтып кеттім ғой, портфельдеріңізде 65-70% акция болса, қалғаны облигация, жаңағы фондтар, ETF-тар деген сияқты солардан алған дұрыс. Өйткені барлық жұмыртқаны бір дорбаға салмаймыз. Әртүрлі түрде, әртүрлі қағазда ұстауымыз керек. Ол инвестицияның заңы. Сонымен келесі кездескенше сау саламаттар болыңыздар.